Достар, қараңыздар, біз сіздерге әлемдік деңгейде JM Group деген компанияның маркетинг планын алып келдік. Қазіргі таңда бұл өте керемет вознаграждение төлеп тұрған маркетинг пландардың бірі. Классикалық маркетинг план, бірақ бүкіл командалық бонустың бәрі накопительный. Ондай классикалық маркетинг план жоқ, достар. Сол себептен мен сіздерге қысқадан нұсқа түсіндіріп өтемін. Компанияда 6 түрлі табыс бар. Соның бірінші түрлі табыстың өзі реферальный бонус 5 уровеньнен береді. Қытайларда бұны 5 ұрпақ деп атайды. Бұл Қытай компаниясының заңды түрде орналасқан маркетинг планы. Қытай халқының елінде осындай маркетинг планды әлемдік деңгейге өткізу үшін 80 миллион юан резервный фондқа қояды екен. Онсыз маркетинг план запускать еттірмейді. То есть ол 6 миллиард 250 миллион теңге деген сөз. Содан кейін барып осындай маркетинг планды әлемдік деңгейге жіберуге рұқсат береді, достар. Енді қараңыздар. 5 линиялық доход түсу үшін реферальный бонустан 26.300 теңгеге тіркелетін болсаңыз, сіз 10%-ға тіркелесіз. 10%, то есть тіркелген адамнан 10% аласыз, және келесі повторный заказыңызды 10% скидкамен аласыз, жеңілдікпен аласыз. Екінші түрлі пакеті 124.500 теңгеге сіз 20%-ға ілінесіз, келесі өнімді де 20% скидкамен аласыз. Үшінші өнім 452.400 теңгеге тіркелген кезде, бұл жақта юанмен есептемейді тегіз, бірақ сіз 30%-ға көтерілесіз. Әр тіркелген командаңыздағы адамдардан сізге 30% жеңілдік болады. Арасында разница, соны түсіндіремін. Одан кейін төртінші түрлі ход бар. Бұл жерде 1.716.000 теңге, бұл жақта 40%-ға ілінесіздер. Енді қызықтай дейін. Сіз 26.300 теңгеге тіркелгеннен кейін 40%-қа көтергіңіз келсе, апгрейд жасап керегіңіз. Астыңыздан бір кісі 452.400 теңгеге тіркелді ме, сіз өзіңіз 30%-ға бірден көтеріп кетесіз. Пакетіңізді апгрейд жасаған жоқсыз. Бірінші плюсы осы да. Тура осындай жағдай менде болды. Мен 10% пакетпен кірдім. Астынан Света деген тәтем келді, 30% пакетпен тіркелдім, мен автомат түрде 30%-ға көтеріп кеттім. Бұл бірінші плюсы. Түсінікті. Енді қараңыздар. Бұл жақта айттым ғой, классика барлығы накопительный. Общий командаңыздың товар обороты 51.480.000 теңге жиналған кезде сіз 60%-ға көтеріп кетесіз. Бұл осы накопительный, күймейді бұл, жиналып бар. Енді қараңыздар. Сондықтан да бұл жақта 60%-қа 40 күнде шығып кетіп жатқан адамдар бар. Сондықтан бұл қиын ештеңе жоқ. Өйткені бізде лидерлардың бәрі 3 күннің ішінде 40%-ға көтеріп кетті. Бұл уже дәлел. Бір айдың ішінде 60%-ға ертең өздеріңіз куә боласыздар. Осы мен YouTube каналымда қарап жүріңіздер. 60%-ға бір айдың ішінде шығады бізде біраз лидер. Екінші түрлі табыс бұл жақта командалық бонус. Командалық бонус дегеніміз қалай? Әр айдың 1-нен 30-на дейін, 30 күннің ішінде 0-ден 11.200.000 теңге оборот жасалдыңыз, командалық бонустан еще 2% алып отырасыз. 11.200.000-ден бір-ақ қана доллар астыңыз, автоматты түрде 4% аласыз. То есть 11.200.000-ден 30 миллионға дейін сіз уже 4% алып отырасыз командалық бонусыңыздан. Түсіндікті ғой. Дәл солай командалық бонус кете береді бұл жақта. Күннен күнге командаңыз өсіп жатыр, күннен күнге командалық табысыңыз өрлеп жатыр да. Мына жер түсінікті ғой. Енді қараңыздар. Үшінші түрлі табыс бұл жақта премия деп аталады. Бұл тұрақтылық табыс. Бұл бір-ақ рет берілмейді. Ай сайын осы 5%-ке жеттіңіз бе? Сіз тағы да ынталандыру мақсатында сізге 375.000 теңге тағы да сізге ай сайын айлық төлеп отырады. Бұл күштілігі сонда. Сіз 8%-ға өткен кезде 750.000 теңге оклад ретінде беріп отырады. Бірақ мына жақта мен сізге айтайын, 180 миллионның 8%-ын есептеп көріңіз, сіз бұл жерде 17 миллиондай ақша тауып отырсыз. Бірақ тағы да тұрақтылық ретінде осы 750.000 теңге ай сайын сізге оклад ретінде беріп отырады. Дәл солай 1.500.000-ге дейін тұрақты түрде оклад бар бұл жақта. Түсінікті ғой. Төртінші түрлі табыс бұл жақта матчинг бонус деп атайды, чека деп атайды. Командаңыздың разницасын алып отырасыз. Мысалы, сіз 13%-дасыз, 13%-дасыз. Мына жақта бір лидеріңіз 11% товар оборот жасап, арасындағы 2%-ы сізге түсіп отырады. Өте күшті нәрсе. Сіздің командаңыз 8% түсіп, арасындағы 5% сізге түсіп отырады. Бұны математика бойынша есептеген кезде ең мықты маркетингтердің бірі болып тұр мына жерде. Мына жерде түсінікті ғой. Осы алғашқы 4 түрлі табысқа выращивание лидерлар шығару керек, бір товар оборот жасау керек, немесе ай сайын активация жасау керек деген жоқ бұл жақта, достар. Түсінікті ғой. Бұл жақта тапқан табысыңның
мысалы 1 миллион теңге шығарып жатсаң, соның 10% депозитный счетқа жиналып отырады. Сол 10% жиналған ақшадан міне сіз өнім алып отырасыз. Бір жақсысы солда, басқа компанияларда сіз табыс таппасаңыз да, ай сайын активация жасау керек. Бұл жақта ондай жоқ, достар. Сіз табыс тапқаннан кейін барып, бұл жақта депозитный счетта жиналған ақшаңызға барып, сіз өнім аласыз, өзіңізге керекті өнімді аласыз. Ал мына жағында 4 түрлі табысты айттым, мына жағындағы енді 2 түрлі табысқа бұл жақта кәдімгідей шарт қойылған. Астыңыздан 4 лидер 60%-қа жету керек. Ол 60%-қа 2-ның 1 жете алады. Неге? Өйткені бұл жақта балл накопительный, достар. Түсінікті ғой. Сол себептен де 60%-ға 2-ның 1 жете алады.